Каспий KZ мобильді қосымшасында 250 нысан бойынша декларацияны қалай береді? Декларацияны беру үшін Каспий KZ мобильді қосымшасында мемлекеттік қызметтер сервисіне өтіп, 250 нысандағы бойынша декларация деп басыңыз. Нұсқаулықпен танысып, декларация тапсыру деп басыңыз. Тегіңіз, атыңыз, әкеңіздің аты, телефон нөміріңіз бен ЖСН автоматты түрде толтырылады. Тұрақты тіркелген жеріңіз бойынша салық органын көрсетуіңіз қажет. Өзіңіздікін 1414 нөмірі бойынша біле аласыз. Қажет болса, деректерді редакциялауға болады. Растап, жалғастыру деп басыңыз. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі кіріс және мүлік туралы мәліметтерді толтырыңыз. Егер қандайда бір тармақтар бойынша сізде активтер немесе міндеттемелер болмаса, жоқ деп басыңыз. Беттерді қалдырып кетуге болмайды. Маңызды, Қазақстан банктеріндегі депозитте орналастырылған ақшаңызды декларациялау қажет емес. 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 10 мың аектен аспайтын қолма-қол ақша туралы мәліметтер. Жалпы сомасы 1000 аектен көп шетел банктеріндегі шоттар мен депозиттердегі ақша. Қазақстан Республикасының тысқары жердегі жылжымайтын мүлік, жер телімдері, үйлер, пәтерлер, ғимараттар. Қазақстаннан тысқары жердегі көлік құралдары. Қазақстаннан тысқары жердегі акционерлік қоғамдардан басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесі. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі жылжымайтын мүлік құрылысына қатысу үлесі. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі бағалы қағаздар, туынды қаржы құралдары, цифрлық активтер. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі инвестициялық пай қорларындағы пай. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі зияткерлік меншік, авторлық құқық, патенттер және басқасы. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі бір данасы 3.864.000 теңгеден қымбат тұратын қымбат мүлік. Картиналар, әшекейлер, техника, асыл тұқымды жануарлар және басқасы. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі инвестициялық алтын. 900 сынамадан бастап монеталар. 995 сынамадан бастап алтын құймасы, брокерлік шоттардағы алтын. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі сенімгерлікпен басқаруға берілген мүлік. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі жеке тұлғалар мен компаниялардың алдындағы қарыз. Оған банктердің алдындағы кредит, ипотека бөліп төлеу жатпайды. Қазақстандағы және одан тысқары жердегі жеке тұлғалар мен компаниялардың сіздің алдыңыздағы қарызы. Толықтырылған деректерді тексеріңіз. Қажет болса, оларды толықтыруға немесе редакциялауға болады. Растап, декларация тапсыру деп басыңыз. Каспий электрондық цифрлық қолтаңба арқылы құжаттарға онлайн қол қойыңыз. 250 нысан бойынша активтер мен міндеттемелер туралы декларация берілді. Осыдан кейін сізге Каспий KZ мобильді қосымшасына 1 сағаттың ішінде мемлекеттік органдардан есептіліктің қабылдағаны туралы растау немесе бас тарту, оның себебі және алдағы уақытқа ұсынымдар бар хабарлама келеді. Егер сіз өтінімді демалыс немесе мереке күні берсеңіз, хабарлама бірінші жұмыс күні келеді.